Сәлем достар, сіздер үшін бұл ең пайдалы ақпарат. Имбир тамырының біз білмейтін пайдасы мен зияны, емдік қасиеттері және иммунитет көтеретін имбир шайын дайындау жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Имбир адам ағзасына пайдасы барын медицинада дәлелденген. Дегенмен имбирді дұрыс қолдану керегін ұмытпаған жөн. Себебі имбирдің зиян жағы да өте көп. Яғни кей адамдарға имбирді мүлдем қолдануға болмайды. Ең алдымен пайдалы жағынан бастайық. Адам организміне ең маңыздысы имбир иммунитетті күшейтеді, тұмауды емдейді. Имбирдің құрамында дәрумендер өте көп. Әсіресе В тобына жататын дәрумендерге мол. Аскорбин қышқылы мен ретинол бар, ал бұлар адам иммунитетін күшейтуге жақсы көмектеседі. Токсикоз бен улануды қайтарады. Имбир қан айналымын жақсарту арқылы ішек спазмасын жеңілдетеді. Ал ол үшін имбирді кішкене бөліп алып, шайнап сумен жұту қажет. Имбирдің бактерия, вирус және қатерлі ісікке қарсы тұрар қуаты өте мықты. Сондықтан имбир шайын дайындап, немесе имбир мен эфир майын қосып, ингаляция жасау арқылы тұмаудан тез сауығуға болады. Ал эпидемия кезінде имбирдің адам иммунитетін қалыптастырудағы маңызы ерекше. Имбир тамырында витамин А, С, В1, В2 дәрумендері, магний, фосфор, темір, кальций, натрий, цинк, калий сынды минералды заттар, түрлі пайдалы амин қышқылдары бар. Ал құрамында осындай пайдалы элементтер бар имбир әртүрлі аурумен күресуге таптырмайтын емдік құрал. Имбир қанды қыздырып, қан айналымын жақсартады. Асқазан жұмысы мен зат алмасым күшейеді де адамның арықтауына септігін тигізеді. Соның есебінен қан қысымы да төмендейді. Сондай-ақ имбир миға оттегі айдауға көмектеседі. Имбирдің зияны: имбирді кімдерге жеуге, ішуге мүлдем болмайды. Имбир өте қатты және қуатты өсімдік, сондықтан оны пайдаланғанда абай болған жөн. Гастрит, асқазан жарасы бар адамдарға қолдануға болмайды. Имбир асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Соның әсерінен асқазан қышқылы көбейген жағдайда имбир шайын ішпеген жөн. Бүйрегінде тасы барларға қолданбаған абзал. Имбир бүйректегі тастың ары-бері қозғалуына әсер тигізуі мүмкін, ал бұл бүйрекке жақсы емес. Имбирді дене қызуы жоғары кезде, яғни 38-ден 5-тен жоғары болған кезде ішуге болмайды. Өйткені қызуды одан ары көтеріп жібереді. Ал дене қызуы енді көтеріле бастағанда, оны қайтаруға имбир шайының пайдасы өте мол. Жүрек аурулары, миокард, қан қысымы жоғары, инсульт, инфаркт алған адамдарға имбир шайын көп ішуге болмайды. Өйткені жоғарыда айтылғандай қан айналымы күшейіп, жүрекке салмақ түсуі мүмкін. Имбир жүкті әйелдердің жерігін басады, бірақ жүктіліктің екінші кезеңінен бастап қолдануға болмайды, қан қысымын көтеріп жіберуі мүмкін. Суық тию кезінде өте пайдалы имбир қосылған шайдың рецебін сақтап алыңыздар. Жасалуы оңай. Мен лимон мен имбир екеуін блендермен езіп, үстіне бал қосып жақсылап араластырдым. Тұмау кезінде қолданыңыздар. Ыстық суға 1-2 шай қасық салып, ыстықтай терлеп отырып ішсеңіздер, денеңіз жылынып, суықты алады, мұрынның бітелуін ашады. Күніне 3-5 рет осылай қайталасаңыздар, тұмаудан тез жазыласыздар. Бұл ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Қолдау көрсетіп, лайк басып, басқа да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліңіздер және астына комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.